Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен дәмі тіл үйіретін өте ерекше мантының рецептімен бөліскім келеді. Ең алдымен көлемі үлкендеу таза ыдысымызды дайындап аламыз. Оның ішіне елгезектен өткізілген ұнымызды, салқындатылған 200 грамм су және де тұз салып араластырамыз. Су міндетті түрде салқын болуы тиіс, немесе тоңазытқышта салып салқындатып алсаңыз болады. Ұнымызды қамыр болғанша араластырамыз 15-20 минуттай. Яғни қамыр болғанша араластыра береміз. Дайын болған қамырымызды бір ыдысқа ауа өтпейтіндей етіп салып, бетін жауып қоямыз. Жарты сағат тұндырып қоямыз. Жарты сағаттан кейін 3-4 рет қайтарып илейміз. Қамырымыз жұмсақ болғанша жақсылап илейміз. Мінекей дайын болған қамырымызды майда бөлікке бөлеміз. Оны дөңгелек етіп жайып, ішіне фарш салып, манты түйеміз. Видеода көрсетілгендей әртүрлі пішінде етіп түйсеңіздер болады. Дайын болған мантымызды мантаваркаға салып 35-40 минутта пісіретін боламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.